bismillah deb jırdap deri. Ağayın kumardanışık tıngdap meni. 10 yıl boyu efirden körünbepпін, vaqt ötüp жатыр zırlap dege. Qaytadan sahnaga alıp çıktı, balası Aytakınның bulgaq dege. Былтырғы жыл толы боп жаңалыққа, ел назарын футболға бұрмап беді. Қайрат пен Реал Мадрид ойнағанда, Алматы кеттіңдер ғой шулап деге. Килиан Мбаппенің өзі келді, секілді қараторы үндактері. Одан кейін Дженнифер Лопес келіп, стадионда концертін қылмап беді. Pop жұлдыз J-Lo мен салыстырсам, шоқ жұлдыз Айнұр Үшкем сымбат деді. Биылғы жыл басталды батыл менен, өлең деген қазаққа қымбат деді. Ассалаумағалейкум көрерменім, сендерсіңдер ақынның шымбап кері. Айнұр мен Балғынбекті күттіңдер ме? Күткенде Дженнифер мен Мбаппені. Екі ол бір шал менен бір кемпірді қайтадан сахнаға кім келтірді? Тып-тыныш Астанада жатыр едім, үстіме киіп алып сұр жемпірді. Терең бір депрессияға түсіп кетіп, ауыстырып алыппын күн мен түнді. Ақын едім бұл күнде, сақыр болдым, өлең екен емдейтін бұл дертімді. Халықпен қауышқанда қуаныштан аспанға атқым келіп тұр бөркімді. Айнұр досым Стамбулдан келген кезде бөрік түгіл атарым дубленкімді. Үстімде киімдерім қабат-қабат, айтпесе айырарым футболкімді. Игигай. Кобрамның нервісінде қупенделер ойнаған, комментте көрермендер қой десе де қоймаған. Балғынбектің соққысына екі бала тоймаған, өздерінің алаңында жеңеміз деп ойлаған. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, қай баланы сабайын, қайсысының мұрнын бет қып, қайсын жерге қадайын, қайсысын бутерброд қып, қайсын жұта салайын. Біріншісі көзі қысық Қытайлардан аумайды, екіншінің ауыз ашық күндіз түні сарнайды. Біріншісі дұшпандай боп айтқан тілді алмайды, екіншісі тышқандай боп жатқан пілді алдайды. Шын қостасаң айт жағайын, қай баланы сабайын, қайсысын теуіп тастап, қайсын жерге қадайын, қайсысының көзін ашып, кімнің аузын жабайын. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, кімнен бастап қайнайын, текеменен қошқар құсап қай қораға айдайын, қайсысын бұтыр құртып, қайсын бірден шайнайын. Ауыз өтіпті. Ayt болады ма? Ayt болады ғой, не? Төмен оқыпты? Бірінші айт болады ғой дейм, не? Жоям деп Балғынбек шылқытып отыр шекені. Жандарбек кепті жалмандап, қасына ертіп бөпені.
Әкесі бұның айтақын жанып бір тұрған от еді. Содан туған Жандарбек, қайтсем де сені жеңем деп қутың етеді. Сіздерді біз жансырмай қаяқау боп жеңеміз. Дәл бүгін қанжығаға өңгереміз. Жаназасын шығар деп Айнұр апам айтса да біз ондайға көнбегеміз. Ең бірінші өзіңе өмір тіле, ешқашанда ешкімге өл демеңіз. Бал өлгенше шал өлсін дейді қазақ. Біз әлі көп қызықты көрмегеміз. Сондықтан бұл тақырыпқа келген кезде сіздермен сыйласуды жөн көреміз. Өмірде өздеріңмен шайқассақ та, өлімде кішірейіп жол береміз. Айғаяқау, ай-ай. Алатау шешпесеңде ақсәлдеңді, астапыралла деп бәкең шапшаң келді. Ақпанда болып жатқан біздің жоба ел күткен ерекше бір бастау болды. Инстаграмда басталған біздің айтыс қару қылып түр-түрлі жақсы әндерді. Ақынын сағынған ел мәз-майрам боп, көңілі көл секілді тасқан болды. Ұлттық өнер айналып брендке әшейінде көрмейтін жастар көрді. Миллиондаған қаражат жұмсамай-ақ қаралым миллионнан астам болды. Әйтпесе атыс шабыс өсек аяң әлеуметтік желіні ашсаң болды. Қаптаған негативті ақпараттар жүйкеменен жүректі ластау болды. Сол кезде бұл ақындар шаттық сыйлап, халыққа жырдан шашу шашқан болды. Бүгінде баршаңызды разы қылып, шабарымыз шатырлатып соқсан болды. Онлайн, офлайн көрермендер арқаға шап деп қамшы бассаң болды. Қиқулап қолды соғып дүбірлетіп, жаңғыртып отыр айық аспан жерді айғаяқау. Ай-ай. Ақ киімді денелі, ақ сақалды Балғынбек бізге тиісіп жақсы атанды. Ашылсын бісміллә деп жыр дәптері, ағайын құмардан шық тыңдап мені. 10 жыл бойы эфирден көрінбеппін, уақыт өтіп жатыр зырлап деге. Қайтадан сахнаға алып шықты баласы Айтақынның бұлғақ деге. Былтырғы жыл толы боп жаңалыққа, ел назарын футболға бұрмап беді. Қайрат пен Реал Мадрид ойнағанда Алматы кеттіңдер ғой шулап деге. Килиан Мбаппенің өзі келді, секілді қараторы үнді актері. Одан кейін Дженнифер Лопес келіп, стадионда концертін қылмап беді.
Pop жұлдыз J-Lo мен салыстырсам, шоқ жұлдыз Айнұр үшкем сымбат деді. Биылғы жыл басталды батыл менен, өлең деген қазаққа қымбат деді. Ассалаумағалейкум көрерменім, сендерсіңдер ақынның шын бапкері. Айнұр мен Балғынбекті күттіңдер ме? Күткенде Дженнифер мен Мбаппені. Екі ол бір шал менен бір кемпірді қайтадан сахнаға кім келтірді? Тып-тыныш Астанада жатыр едім, үстіме киіп алып сұр жемпірді. Терең бір депрессияға түсіп кетіп, ауыстырып алыппын күн мен түнді. Ақын едім бұл күнде, сақыр болдым, өлең екен емдейтін бұл дертімді. Халықпен қауышқанда қуаныштан аспанға атқым келіп тұр бөркімді. Айнұр досым Стамбулдан келген кезде бөрік түгіл атарым дубленкімді. Үстімде киімдерім қабат-қабат, айтпесе айырарым футболкімді. Игигай. Кобрамның нервісінде қупенделер ойнаған, комментте көрермендер қой десе де қоймаған. Балғынбектің соққысына екі бала тоймаған, өздерінің алаңында жеңеміз деп ойлаған. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, қай баланы сабайын, қайсысының мұрнын бет қып, қайсын жерге қадайын, қайсысын бутерброд қып, қайсын жұта салайын. Біріншісі көзі қысық Қытайлардан аумайды, екіншінің ауыз ашық күндіз түні сарнайды. Біріншісі дұшпандай боп айтқан тілді алмайды, екіншісі тышқандай боп жатқан пілді алдайды. Шын қостасаң айт жағайын, қай баланы сабайын, қайсысын теуіп тастап, қайсын жерге қадайын, қайсысының көзін ашып, кімнің аузын жабайын. Шын дос болсаң айтшы Айнұр, кімнен бастап қайнайын. Текеменен қошқар құсап, қай қораға айдайын, қайсысын бұтыр құртып, қайсын бірден шайнайын. Ауыз өтіпті. Жоям деп Балғынбек шылқытып отыр шекені. Жандарбек кепті жалмандап, қасына ертіп бөпені. Әкесі бұның айтақын жанып бір тұрған от еді. Содан туған Жандарбек, қайтсем де сені жеңем деп қутың етеді. Қырам жоям деп Балғынбек қатты кетпесең нетеді. Өзім ақ бүгін тындырам, дәл осы екеуін сындырам. Молда деген атың бар, сабырлы болсаң нетеді. Жаназаны оқуға дайын болсаң да жетеді. Бисмилля сөзді бастасам, ісімді Алла реттейді. Дәл бүгін біздің жарысты сағынған халық көп дейді.
екі бала мазанап, қоймағаннан соң кеп тұрмын, шабытымды кім шектейді? Өлетін бала осылай молаға қарай беттейді. Алқалы жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың? Сендерсіз мынау айтыстың көсегесі көктейді. Айтыстан айнұр кетсе де ақындық менен кетпейді. Айтыстың менмін айнұры, әлемнің барлық байлығы, шуылдап соққан халықтың шапалағына жетпейді. Айтысқа шығып ағайын, шабытымды шақырдым. 35 жылдай айтысып, шәрбәтін жырдың татырдым. Шөкеңмен талай сайысып, қалжыңға оны батырдым. Мұхамеджан мен Мұхтар да бірге еді батырдым. Қаймықпай шыққан солар, мен қайтпайтын нағыз ақынмын. Ақ киімді денелі, ақ сақалды Балғынбек бізге тиісіп жақсы атанды. Жаңа жыл біткен кезде келіп қапсың, қасын ертіп халяліне ақша қарды. Сүйретіп Алматыға қайдан келдің, Сұлтан Сүлейменде де жоқ шапанды. Қалағаның өлең бе, реп бе көкем? Реп айтып шығып кеттің рекке көкем. Молдалар инстаграмда реп оқса шынымен ақыр заман жеткен екен. Ерке бұлан Тоқтардың просмотры тоқтамай Балғынбекке өткен екен. Жан сырымды мұжамын еземін деп интернетте айтқаның өктемеген. Бұрын аға бұндайың жоқ еді ғой, барлығы миыңдағы шектеу екен. Бүгін біраз бетіңді қайтармасақ айтатын әңгімеңіз көптеу екен. Психологпен 2-3 күн бірге жүріп, Самат сенкаң бетімен кеткен екен. Айғай аға, Жансырым ағыл тегіл жырлайды ғой, жанкүйер құлақ қойып тыңдайды ғой. Ал Сырымжан екеуміз кіріспесек, үлкендер тіресуден тынбайды ғой. Қарттарды сылап сипап айтсайық, пионер пенсионерді ұрмайды ғой. Ек шайнап бір жұта салмаймыз ба, қарсыластар бір етті бір майлы ғой. Мен саған сатырлатып шайнап берем, сенің аузың жұтуға ыңғайлы ғой. Айғай Ал Айнұрға аппетит шаппай отыр, көрібен бұлай қарап, олай қарап. Молочный девочка жеп жүрміз ғой, молочный бабушка қалай болады? Хоп. Оу, алталаш аңсап күткен аламан бар. Аламанда жүйрікті даралаңдар. Ассалаумағалейкум, шоуды күтіп қар өлеңнің шайқасын қалағандар. Біздің үлкен өнерді сыйласаңдар, бұл сахнаны кішкентай санамаңдар. Онлайн, офлайн көрген бұл жобаны қаншама ауылдар мен қалалар бар. Еш сарайға сыймайды бізді көріп, дәл қазір тақым қысқан бар адамдар. Республика сарайын жалдап алып, 10 адам келетін шаралар бар. Қайта біздің кішкентай жобаларда Балғынбектей висовой ағалар бар. Ақынның өлеңіне мән беріңдер, сахнаның көлеміне қарамаңдар. Тарсақтада тартысқан ақындарды кең пейілмен қолпаштап бағалаңдар. Хоп.
Abaki ne giygensiz üstünüzge? Stiller bunday emes kıskı bizde. Andağı әлем жәлем образыңды үйіңдегі үш тордан піштіңіз бе? Аяқ асты өзгеріп кетіпсіз ғой. Аяқ аскын аямай іштіңіз бе? Екі жеңін салбырап сақындаға шаулен құсап аспаннан түстіңіз бе? Көп халық сізді көріп қорқып кетті. Көп жылқы сізді көріп мөңкіп кетті. Екі түлкі іліп ап, екі иыққа шапанды ешкімнен де кемтікпепті. Ол аздай бөркіне де түлкі өріп ап, екі беті қызара бөртіп кепті. Айнұрды сақынаға алып шығып, Балғынбек бізге қарсы жортып кетті. Үстіндегі үш түлкі аз болғандай, Түркияның түлкісін ертіп кепті. Хоп, хоп. Оу, үлкендер ағалыққа татымас па? Баланы да аға тұт ақылатса. Кепсіңдер жан сырымды құлатуға, ниеттерің ұқсайды батырашқа. Жастармен жағаласып не көрінді, таласып айсон тіккен матрасқа. Айнұр әпкем 0,5 болған кезде Балғынбек 5 литрлік баклашка. Мультиктегі Маша мен медведь құсап, қош келдіңдер аю мен матрешка. Хоп, хоп. Жап-жақсы бала едің ғой. Қажы боп келген Меккеден. Соншама бүгін шапшыдың. Тиіскін келіп өкпеден. Ішкен жегенді сөз қылған жігіттерді жек көрем. Баяғы біздің батырлар найзамен шаншып ет жеген. Қазіргі біздің батырлар вилкамен шұқып торт жеген. Молочный девочкасың деп сен едің маған жетпеген. Абайлап сөйлеп атаңа, бажылдай берме апаңа. Малакасостың аузынан малакосы кеппеген. Белес, белес, белес бе, белес жақын емес пе? Үлкен болып жастарды шақырсақ дебек кеңеске. Жол беремін деп өлімде бастады жәкең егеске. Жас кәріге қарамай құрбандық шалған халықпыз, осыны ұста сен еске. Құлынның еті ағайын тәтті болады емес пе? Киімге тискен балдарды мойындатайық деп тұрмыз. Біз сияқты жарқырап киіну керек тек тұл қыз. Қасқыр түлкіні қырдық қой, терісін бүгін ілдік қой. Бәкең екеуміз сендерді мақұлдатуға кеп тұрмыз. Жеңістің сәтін дәл бүгін жақындатуға кеп тұрмыз. Бізді қолдаған халықтың аямай соққан қолдарын шатырлатуға кеп тұрмыз. Бақа досымыз екеуміз жеңістің сәтін осылай жақындатуға кеп тұрмыз. Бақа шаянды құтыртпай бақылдатуға кеп тұрмыз. Жансырым, шалқаймай, өз өрімі еңкей батыр, алдыңда малай емес император.
Aynur деген құндызын тағып келді. Менде бар бір емес үш түлкі батыр. Жылтыраған бірдеңе бірдей киім киіп алып, екеуің боп қапсыңдар инкубатор. Жол берем деп қайтесің бізге өлімде. Айналайын Жандарбек сен тұратыр. Тайғұлының еті тәтті болады деп мынжақтан айтып жатыр кемпір ақыл. Жастар кеп шал кемпірмен шарпысқанда бұл жерде ысымай ма температур. Таңдай құрғап маңдайдан тер аққанда екеуің іздейсіңдер вентилятор. Сол кезде салқын ауа соқтыратын менікі жең емес бұл вентилятор. Игигай, 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 игигай. Я Алла, қорқам сенің қақарыңнан. Қорпаймын мына екі нақалылдан. Өлімде кішірейіп жол берем деп, екеуі алып отыр сақалымнан. Жандарбек жағаға кеп жармасады, сырымы тартқылайды шапанымнан. Ажалменен ойнайды бұл екеуі аюдай шығарып ап апанымнан. Заң басқа, заман басқа бұл күндері. Жансарым мені қатты қапа қылған. Бұл арадан болмайды мен білгенде, пайда жоқ психологқа апарудан. Ораза басталғанша амал қылып, дем салып отырайын, походу вам. Игага, игай, 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 игай. Жең емес бәкеңдікі вентилятор. Біз емес желгіш атым мелкий батыр. Ва бәке ары қарай желдетіңіз, сіз жақтан дұрыс ауа келмей жатыр. Қос жеңін желпілдеткен рэперім, сөзін тыңда жансырым дуэтінің. Вентилятор қаққалып істен шығат, шешілсе аяқтағы сұр етігің. Қазір вентилятордың заман өткен, көп болса желдетерсің бір-екі күн. Жеңіңді желдеткенің аз болғандай, бартығы сүфтеп бізге үретінің. Осыдан ақ көрініп тұр ғой бәке, кірмейтін темаларға кіретінің. Реальный тірліктермен айналыспай, өмірі воздух қуып жүретінің. Ай, ай, ай. Біз сізді отырғанда көке санап, сіз бізді отырсыз ғой бөпе санап. Балғынбектей досының сөзін сөйлеп, Айнұр апам біздерге төте шабады. Ай апа сіз бірақта абайлаңыз, досыңыз сәлден кейін жеке шабады. Дәл қазір қасыңызда отырған мен, сәлден соң қарсы бетке өте салады. Өзіңіз білесіз ғой, жан досыңыз достыққа келген кезде өте салақ. Біздің бәкең Түркиядан келгендерді бір-ақ күнде танымай кете салады. Ай, 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 біздерді ел құлағын тосып көреді, онлайн эфирді қосып көреді. Молда менен психолог қосылғанда түбі қалай болар деп шошып кебек. Шынымен бұларға айтып дос болып жүр, екеуі екі жақтан несіп тереді.
молда болған Балғынбек шақырады. Құлшылықты жасауға мешітке кеп, психолог Айнұрлар шақырады, өзіңнің бақытыңнан кешікпе деп. Детский травма деген бәле шықты. Біз бұрын ондай сөзді естпебек. Неше түрлі детский травмасы бар, бұл күнде қанша бала өсіп келеді. Қалай травма болмайсың 5 жасыңда, молдалар бір жеріңді осып береді. 40-қа келген кезде сол байқұстар Айнұрдың курсына көшіп келеді. Қысқасы екеуі де біргемеді, ескекті екі жерден есіп береді. Біреуі травма жасап кесіп береді, біреуі сол травманы шешіп береді. Кескеннен шешкеннен де ақша жасап, ең соңында қалтаңды тесіп береді. Айқаяқа, ай-ай. Ау барады психолог. Ау барады психологқа қайғырыс адам. Жігерсіз боп сенімнен айрылса адам. Балғынбек шапаныңа тиісіп едім, жалтарып жауап бермей қойдың соған. Негізді оны бекер киген жоқсың, жаба салған мат емес жай бұлсаған. Визуализация дегенде бәле шықты. Коучтардан көп естіп тойдым соған. Сен де сол техниканы жасап тұрсын, сабағың сатқан екен қайғу саған. Баяғы байлар құсап кейінде дау, образы керек деп байдың саған. Оны айтқан қасыңдағы коуч шығар, басқаның жанашиды қайбір саған. Богатый мышленемен өмір сүр деп кигізіп қойған шығар, Айнұр саған. Хоп, хоп. Оу, Айнұр бізді бала деп төпе батыр. Малакасос дедің ау, өте батыл. Аузынан сүт көппеген бал емеспін, маладеспін, басымда жетеді ақыл. Бірақта маған мама болам десең, боламын төске шапқан бөпе батыр. Аузыма сүт тамызса қой демеймін, вентилятор қасындағы сеператор. Хоп, хоп. Жансырым боп бастайық, жақсы сөзден қашпайық. Айнұр менен Балғынға қарсы шықты қасқайып. Халық қолдап тұрғанда сақынада саспайық. Нағыз шоуды сіздерге бір көрсетіп тастайық. Оппа, оппа, бір шапалақ жоқ па? Жансырым тұр алдыңда, көңілдерін қалдырма. Айнұр апай ардақты, бриллианттай салмақты. Айнұр апай ардақты, бриллианттай салмақты. Айтсан деп балалармен Түркиядан заулапты. Истанбулда шай ішет, қолын ұстап бардақты. Ал Балғынбек жүреді, бардақ қылып жан-жақты. Оппа, оппа, Балғын аға тоқта. Қала берсін балшырын, жана берсін жансырым. Жағасында Босфордың Айнұр мінген яқта. Яқта мен келдің бе, немен келдің бұяққа? Балғын мінсе кемеге көтермейтін сияқта. Кемелерің тесіліп, қап жүрмеңдер ұятқа. Оппа, оппа, яқталарың көп па? Яқта түгіл жоқ бізде, баллоновый лодка. Беріспейтін өліспей, Айнұр апа семіскі. Айнұр болса крышаң тақияңды теріскі. Балғын аға айтыстың Наполеоны деріскі. Наполеонның бірақта батальоны женіскі. Опа, опа, Балғын аға тоқта. Қала берсін балшырын, жана берсін жансырым. Балғынбекті ағама бас демеуші сат деген, жансырымға демеуші табылмады әт деген. Сат компания шайына шөп қосады көп деген. Айнұр әпке байқаңыз,
статья ғой шөптеген. Опа, шайма әлде шоппа, ішіп алып сұңғыла, титіп қойма құрбыңа. Балғынағы қандайсың, 90-дағы шалдайсың, алдар көсе қатырған жуанбайдан алмайсың. Бірде репер, бір дағын, балалары да алдайсың. Реп айтсаң да біз құсап, бір екпелей алмайсың. Опа, біздің бірейік чотқа, бізге қарсы тұратын рептерің жоқ па? Опа, осы жерден тоқта, жан сырымға айтатын жауаптарың жоқ па? Ұшалмадыңдар биікке, сұңқарма десем қияқты, шегіртке құсап шекіріп, шабалмадың ау алысқа тұлпарма дебем тұяқты. Шегірткен айғырым. Сепаратор дегенде аузынан суақты. Әке деп жүрсем мен мұны айтады сөзді ұятты. Әйелі туады жыл сайын, ал мына оңбаған түн сайын. 3 баласымен таласып, сүт еміп жүрген сияқты. Мат. Жәкеңе жауап бермесем, ағайын мені кешпейді. Маған травма салдың деп, әй мына бала өспейді. Кінәлі емеспін мен бұған, психикасы бұзылған. Айтақынның үйінде нормальный бала өспейді. Травмалардың, мұлардың ешқандай маман шешпейді. Әкесімен талай айтысып, шығарып еді быт-шытын, білмеймін бізге не істейді. Әкесіменен ұрысқан, кемпір шал көрсе тырысқан. Травмасын бұлардың ешқандай адам шешпейді. Психбольница болмаса, психолог көмектеспейді. Өнерде мен Бонапарт Наполеон, қалай екен женский батальон. Айнұр шапан кигізсе жаман бекен. Вот стиль, вот красота, вот объем. Велюр жакард. Күміс кисені айтпағанда, ішіндегі көйлегім матальон. Амбассадор боламын сұңғылаға, ардашшамол болашақ компаньон. Балғынбек воздух қуған демей ақ қой, сендерді жел сөзбен ақ атабиом. Сендердікі порожняк, ал біз болсақ, работаем на успех, на подъем. Игигай. Айтыба. Сампа, симаси, сампа, симаси, сампа, симаси, сампа, симаси. Айтып оппана. Екі бала тоқтады. Дуэт болып бұл жерде әр нәрсені оттады. Екі бала тоқтады. Дуэт болып бұл жерде әр нәрсені оттады. Сенгендерің бейметек, оны Айнұр күйретеді.
Sırım tügül jandardın papasında biletet. Sapa simasi, sapa simasi. Campar geçe, jastар geçe, bölündü, şal kempirge orundu. Ayırayın deyip geldik, Jandarbekпен сырымды. Біреу фанат бадарга, біреу фанат шалдарга. Төбелесті біз түгіл, директор мен замдарда. Сампа, симаси, сампа, симаси. Медведь менен Маша деп шалықтады лепірді. Ал өзіне қарасаң, Томи Джери секілді. Мен бастайын сампаны, қоздырайын арқаны. Балғынбек шоу дейді құн, түсірмеймін марканы. Сапа, симаси, сапа, симаси, сапа, симаси. Не слышу, Казахстан! Вау! Латыр, латыр, лай, лай, латыр, латыр, лай, лай. Патыр бұқ тұрып нандай, еріп тұрған майдай. Жыным тисе шайнай сал, жұта салам, екеуіңді ойланбай. Самса билиши, самса билиши, самса билиши. Ол, о балай, түсінбейді мені оларай. Түтіп жейді неге оларай. Сыртқы сорымды, о балай, кетіңдерші бізге жоламай. Жандарбекте құртты, сүтті сорамай, құртты сырымды. Сампа, симаси, сампа, симаси. Группа «Россия» представляет. А я не пришел на новогодний зал. Таппадыңдар ма сәл огромный зал? Таппадыңдар ма сәл огромный зал? Народ так ждал, народ так ждал. Айнур хотела сделать фестиваль. Мұнда сыймайды даже местныйлар. Көргісі келген кемі 5000 бар. Өлә так жаль, өлә так жаль. Сапа, симаси, сапа, симаси. Мальчик хочет понтов, чики-чики-чикита. Мальчик хочет понтов, чики-чики-чикита. Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Сапа, симаси, сапа, симаси. Группа Узбекистан представляет. Удар, удар, удар der misin? Yalli, yalli yar. Udar, udar, udar der misin? Yalli, yalli yar. Udar, udar bersem yer misin? Yalli, yalli yar. Yaxşı udar bersem yer misin? Yalli, yalli yar. Udar bergen kollarыңды еркебрандікі der misin? Yalli, yalli yar. Sapa, simasi, sapa, simasi. Wow! Группа Кыргызстан представляет. Босфордың арғы жағынан Истанбул büyük шаһарынан қайша мен бриллиант гүл алып курсатқан көшті сағынам. Сағынам, елді сағынам, осынау жерді сағынам. Қазақтың бірлік берекесі мен үшін қымбат бәрінен. Сампа, симаси, сампа, симаси. Haydaydım, haydım, haydaydım ay. 40 metre айтысқа шапан тікпей алмайсың ба бетіңе маска тігіп хайдайдым, хайдайдым, хайдым, хайдайдым ay. Мұрадым
Muradımның жөтелі құз өкпеден қысады. Биологиялық қарудың бұл да болса мысалы талқандауға сіздерді дайын отыр жастардың пулеметі ұшағы, қылышы мен пышағы, тышқағылағы тұсағы, ірісі мен ұсағы. Біздің мұрадым жөтелсе, Балғынбектей молданың тақиясы ұшады. Енді сырым түшкірсе, Айнұр деген кобраның макияжы ұшады. Айтсаңыз хиттерді түгендейсің, хайлайнымге неге сап жібермейсің? Хайлайным, хайлайным, хайым, хайлайным ай. Ұстазыңның әуенін ұмытсаңыз шәкірттерге нағыл деп ренжейсің. Хайлайным, хайлайным, хайым, хайлайным ай. Балғынбектің айтысы, хайлайным сіз күшті емес, жер теппесе желпініп, иықта басы үшті істемес. 5-7 авионың болып қапты 3-5. Нервімізді қоздырып, жеңіңізді тоздырып, былай істемеш. Салбыратпай тоныңды, жалбыратпай қолыңды, аяғыңды іске қос. Хайлайным, хайлайным, хайлайным. Қолымда 3 телефон қозғала алмай отырмын. Ейді! Жансырым, балшырым мен пар болды. Көңілі көрерменнің дархан болды. Әп-әдемі халықты жинап едік, мұрадым шығып бұл халық тархан болды. Екі тіресіп отыр едік, мұрадым шығып халық аңтаң болды. Тышқағлақтың көзін құр тыштаңдатпай, деп бәкең сахнада тарпаң болды. Бағана вентилятор боламын деп, өзінше сахнада балпаң болды. Тышқағлақтың жөтелін көтере алмай, осымен вентилятор талқан болды. Біздерден қызық күтіп елім отыр, байқаймын жан сырымға сеніп отыр. Енді өзіміз айтысты қыздырмасақ, шалдарда шарба бітіп өліп отыр. Бұл залдың арасында көрермен боп, бұл шоуды менің мамам көріп отыр. Мен секілді баласы атқа шауып, тақым қысып жанкүйер болып отыр. Айтпақшы, бүгін оның туған күні, бұл сырым оны айтпаса ләғып отыр. Бұл сырым мамасына подарық қып, дәулерді мамалатып жеңіп отыр. Ендеше осы сәтті пайдаланып, мамамды құттықтағым келіп отыр. Құмағай. Мамасы жансырым. Ақын қылған мені мұғалімім сен, айналайын мама туған күніңмен. Сендей қамқор маған бар жүгірген, айналайын мама туған күніңмен. Балғынбек пен Айнұр сен жеңілді, мамам сондай көңілді. Тозған ұзын жеңіндей, мен тілеймін сізге ұзақ өмірді. La 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 la.